Құрметті оқырмандар мен әріптестер, сіздерді дүниежүзілік кітап және авторлық құқық күнімен құттықтаймыз. Бұл ерекше күн оқу мен білім алмасудың маңыздылығын есте сақтаудың тамаша себебі. Мы, как сотрудники библиотеки, гордимся тем, что можем поддерживать ваш интерес к чтению и обеспечивать доступ к бесконечному миру идей и историй. Благодаря вам наши полки никогда не пустуют, а страницы книг продолжают быть живыми и нужными. Сізге жаңа білім табуға, керемет шытырман оқиғаларға, бой алдыруға және тек кітаптар ұсыналатын зерттелмеген әлемдерді ашуға шабыт тілейміз. Фонд нашей библиотеки постоянно пополняется, и сейчас мы хотим предложить вашему вниманию вновь поступившие книги. Уважаемые читатели, среди поступившей литературы книги по психологии, общественно-политическая литература, художественная литература, серии «Сибириада», детям о Великой Отечественной войне, художественная литература детям, также женский любовный роман и детективы. Құрметті оқырмандар, бүгін сіздерге кітапхана сөреміздегі жаңа толықтырулармен таныстыратын боламыз. Менің қолымдағы кітап екі тілде жарық көрген Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбаев және Ыбырай Алтынсарин жазылған екі тілді кітап болып саналады. Келесі кезекте бізге балаларға, яғни мектеп бағдарламасына сай кітаптар. Келесі кезекте біздің ұсынатын кітабымыз қазақ поэзиясы, яғни қазақ классикасы. Және біздің толықтыруымызда қазақ поэзиясының жауһарларының кітаптары, мектеп бағдарламасына сай мектеп кітаптары бар. В это непростое для нашего города время мы хотим, чтобы наши книги подарили вам хорошее настроение и веру в себя. Береке құтты болсын, қымбатты достар. Оқыңыз, армандаңыз, бізбен бірге дамыңыз.